Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен бүгін Грода достар. Бүгін біз деген Майнкрафт ойынынан топ 5 декорацияның екінші бөлімін түсіретін боламыз. Видеоны болса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ендеше видеоға кеттік. Мінекей достар, біздің бірінші декорациямыз бұл спальняға арналған диван, жататын орын. Бұл кәдімгі ступенькіден, твой доскадан жасалған. Мұнда деген крепердің бастары, кашукте гүлдер, астынан жанып тұрады, жанған жақсы болып тұрады, себебі қалай айтсам болады, астында светильник тұрады, көрініп тұрады. Әдейі түнге қойған себебім бұл деген жаңағы алдағы декорацияда көптеген светильникке қалай айтсам болады, жарықтың көмегі керек болатын болады. Сондықтан осындай қойдым. Қазір достар, погоданы өзгертіп жіберейік. Қазір осы нормально. Ал біз келесі декорацияға кеттік. Біздің екінші декорациямыз бұл деген жаңағы аквариумдағы балықтар. Бұл мысалы мұнда деген кәдімгі рамкадағы балықтар, клоун балықтар, кәдімгі балық, ал жағында жаңа песок пен бер жағында қалай земля, сосын жаңа шөптер. Кәдімгі аквариум сияқты. Ал бер жағындағы бұл кәдімгі терезе, голубой цветті терезе. Жаңағы кәдімгі сырты бәрі немен. Ар жағында деген тас тұру керек. Бір жағындағы кәдімгі декоршын әдемілеп тұру үшін осылар кітап, нелер, күліктер, аранда балықтар. Осыны қолдануларыңызға болады декораға. Ал біз келесі декорация кеттік. Келесі біздің декорациямыз бұл ванныға арналған декорация. Бұнда деген кәдімгі сценалармен әдейі жасадым. Мен алдағы видеоларда кәдімгі бөлмені салып, ішіне кәдімгі толтырып декорация жасайтын боламын. Уақытта қарай кәдімгі мынау деген кәдімгі лед, сосын кварец блок. Ал мынау жаңағы ванна душевой. Мұнда деген мұнда көк цветті әдейі алдым. Себебі деген мұнда деген кәдімгі есік ашылып тұрады, есік кірген кезде. Осы мына ішінде екі кран, мына жер су кететін жер, канализация кететін жер. Мынау кәдімгі унитаз. Унитаз ашылады. Өздеріңіз қарайсыздар. Енді егерде декорына лайк басыңыздар. Ал біз келесі декорацияға кеттік. Біздің келесі декорациямыз бұл пеш. Пештің екінші түрі. Бұл өте ерекше пеш. Себебі деген мұнда деген ештеңе жанып жатқан жоқ. Бірақ та ар жағында жаңағы нені кәдімгі дубты кәдімгі типі өртеніп тұтанып жатқандай көрінеді. Ал мұнда келетін болсақ, бізде мына жерде факел. Факел бұл деген жаңа дубты типі жанып жатқандай көрсететін болады. Мына егерде осыны қолданатын болсаңыздар, бір блок төмен қазып, содан кейін барып істеңіздер. Атыз бұнда деген шықпай қалуы мүмкін. Себебі тұтануы көрінбейді. Декорына лайк басыңыздар. Ал біз келесі декорацияға кеттік. Мінекей достар, біз соңғы декорацияға келіп жеттік. Бұнда деген компьютер, таза компьютер. Бұнда жаңағы кәдімгі қалай ступенька, кварцный ступенькімен. Біздің орындауымызда тауға тұрылыпты ғой. Мына кәдімгі бұл процессор. Процессор бұл деген наблюдатель. Наблюдательдің үстіне рамка, оның үстіне жемчужина. Мына жердегі клавиатура. Клавиатура кәдімгі біздің ковермен жауылған. Бұнда деген қалай? Кәдімгі картинка бұл мыш бізде. Мұны кактус гүлдер әдемі болу үшін. Ал мұны біздің орындығымыз. По идее орындығында мен отыруым керек еді. Мұна тауық отырылыпты ғой. Так, біз отырайық. Так, тауық мүмкін тұрарсыз. Так. Достар, бұнда деген мен сіздерге көрсеткім келген. Қалай осындай отыратын орынды жасайтын. Қазір сіздерге көрсететін болам.
Мінекей достар, ол үшін бізге деген жаңағы отыратын орындар жасау үшін бізге деген осындай квадрат блок, жемчужин края, рельс керек, кнопка, поршень, белый ковер, дуб, сосын мына доска, жаңағы мынау вагонетка кәдімгі. Енді бастаймыз. Бұл үшін бізде деген мынаны сындыртуымыз керек, рамкаларды алып тастауымыз керек. Мына кәдімгі наблюдатель бұл. Енді мына жерге деген біз қазір поршень салып, поршень емес, мысалы мына жерге кез келген блокқа орнатып, оның үстіне рельс салып, вагонетканы қоямыз. Қазір бұл жерде бірде дұрыс болды. Мына енді бұны сындырамыз. Бұны сындырған кезде осылай сіздерде шығу керек. Енді бізде деген мына жерге осыны кәдімгі мына жері ығысып кетті қазір. Болды. Кәдімгі ступеньканы қоямыз. Сосын бер жағына біздер поршень саламыз. Яғни мынаны итеретіндей қылып, ар жағына кез келген осыны қоюымызға болады. Енді бұны деген кнопка салып, басқан кезде енді осы шықты. Енді осы тұр тағы да істейміз. Сіздерде бірден қалыптасу мүмкін. Енді басқан кезде осылай шықты. Осылай шыққан кезде ана жерге қойымыз керек. Қайттан істейік достар. Мына отырады. Осындай отырады. Қазір достар, біздер қазір қайттан істейік. Қайттан істейік. Бұл жерде шықпай қалып жатыр. Істейміз. Қайттан істейміз. Содан кейін мына сындырамыз. Сосын бұның деген қасына спин қоямыз. Жанына дуб. Ал бұлай поршенді қоямыз. Осылай қаратып қоямыз. Енді кнопкаға алып, басамыз. Міне шықты. Енді бұнда деген бізге отыруға болады. Міне. Басқан кезде, міне. Көрдіңіздер ме достар? Осы отыруға кәдімгі компьютер, процессор, мышка, клавиатура. Енді мына жерге деген қазір рамка алайық. Рамка. Мен ойымша декорацияға, кез келген декорацияға рамка керек деп ойлаймын. Мына экран қойайық. Мінекей достар, біз видеоның соңына да келіп жеттік. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен Грут. Ендеше сау болыңыздар.